Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шығатын ұсақ бауырсақтың жасалу жолымен бөлісемін. Осындай дөп-дөңгелек болып өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде осылай етіп жасап көріңіз. Ұсақ бауырсақты жасау үшін осылай етіп кулинарлық майды алдын ала пеште ерітіп аламыз. 1 стакан жылы сүт және де 1 стакан жылы су қосамыз. 1 ас қасық қант және де 1 ас қастық ашытқыны салып, ашытқы ерігенше араластырамыз. Осы заттар ерігенше араластырып, осының үстіне 1 шай қасық тұз қосып, тағы да араластырамыз. Кіші кесемен 1 кеседей кулинарлық майды осылай етіп, ерітіп, оны да қосамыз. Аз-аздан ұнды алдын ала елеуіштен өткізіп, оны да саламыз. Ұнды бірден салмай шетінен аз-аздан сала отырып, орташа қаттылықтағы қамырды илейміз. Достар, менің каналыма алдағы уақытта көптеген үйдегі қарапайым заттармен жасалатын рецепттер шығады. Сол рецепттерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Өте жұмсақ емес, осындай орташа қаттылықтағы қамыр шықты. Бетін салафановый пакетпен жауып, көтерілуге 30-35 минутқа қалдырамыз. Қамыр көтерілгеннен кейін қолға жабыспай осындай өте жұмсақ әдемі болып шығады. Оқтаудың көмегімен осылай етіп жайып аламыз. Пышақпен ұсақ етіп кесіп, осылай етіп бауырсақтың формасына келтіріп аламыз. Менде жоғарғы сортты цесна ұны. Жалпы түрлі тәттілер, выпечкалар жасаған кезде жоғарғы сортты ұнға жасасаңыз өте әдемі болып шығады. Бірден кеспей осылай етіп дөңгелектеп отырып кессеңіз, бауырсағыңыз дөп-дөңгелек әдемі болып шығады. Дөңгелектеп кесіп алған бауырсақтарды бір-біріне жабысып қалмас үшін осылай етіп қоямыз. Кез келген қамырмен жұмыс істеген кезде кеуіп кетпес үшін міндетті түрде осындай етіп салафановый пакетпен бетін жауып қоямыз. Пісірген кезде де өте майлы болып кетпес үшін осылай етіп кулинарлық май қостым. Немесе малдың шмайын ертіп, соны да қосуға болады, яғни тоңмайды. Бауырсақтарды майға салғаннан кейін орташа отта осылай етіп үнемі араластырып пісіреміз. Сол кезде бауырсағыңыздың түрі біркелкі болып өте әдемі болып шығады. Видеоны көргеніңізге рахмет, міндетті түрде жасап көріңіз.